Сонымен не істеу керек, Айтөш? Гол соғу керек. Сосын гол жібермеу керек. Жақсы өзленді. Негізі сен тапқырсың. Бірақ сол тапқырлығын нағып стадионда көрсетпедің, айтшы. Адамның позорын шашып. Ереке, бұл футбол, клуб сізге не үшін керек? Жағдайыңыз бар, бизнесіңіз бар. Мен сол сәл өсу жерлерін дұрыс түсіне алмай жүр. Түсінбейтін оның несі бар? Спорт. Жастарды қолдау керек. Бұл. Дұрыс қой ол қолдау деген. Бірақ сіз басында қалай еттіңіз? Өзім қолдайым, қатырам, не керек, бәрін жасайым. Дайындал. Жарайды. Формаға ақша бөлдіңіз. Бірақ одан кейін басқа ештеңені көрген жоқпыз. Балалар үміттеніп, жаттығудан қалмай, еңбектеніп, кешке дейін терін төгіп жаттығып жатыр. Неге? Өйткені оларда бұл ауылда одан басқа вариант жоқ. Сіз өзіңіз білесіз ғой. Мына балалардың ешқайсысының жағдайы мәз емес. Оқуға түсе алмай осы ауылда қалып кеткен балалар. Біреуінің шешесі ауырады, оған қарау керек. Қалғандардың тіпті жағдайы жоқ. Байқасаңыз аяғында бутс тұрмақ, кроссовкалары да жоқ. Ал сіз болсаңыз жеңілдік деп ренжисіз. Жарайды. Бір матч ұтайық, 2 матч ұтайық. Мінез көрсетіп. Бірақ жүйе болмаса ол алысқа бармайды ғой. Осы уақытқа дейін жоқтан бар жасап, аннан тартып, мыннан тартып, әйтеуір бірдеңе жасап келдім. Ереке, ауылда таланттар жетеді. Таныс жоқ па? Жоқ, мәселе таныс емес. Бұларға ерте тұр, еңбек ет, арақ ішпе, жамандық жасама, білімге ұмтыл дейтін бір бағыт, бағдар беретін адам жоқ. Одан кейін олар не істейді? Жарайды, мен сені түсіндім. Айтөш, менен не керек? Сізден... Жамырамаңдар. Түк көрмеген өңкей. Жабайы. Ереке! Сіз бұны жастар үшін жасап жатырсыз. Сіз бұны еліміздің болашағы үшін жасап жатырсыз. Сондықтан сіз сияқты азаматтар әрқашан көп болғай. Балды. Онды хабармен Қазақстан алдында айтасың. Айтқандай бар ғой, мен ане сенен сұрайын дегенім. Біздің форма қайда, мен саған ақша беріп едім. Айттым ғой, не ұқпайсыңдар ба не? Сапқа тұрыңдар бәрің. Форма қайда дейін? Ол... Өткенде не болды ғой ол? Не болды? Анау... Таможнядан жібермей қойды ғой. Ұстап қалып, заказ бергенбіз. Ой, елки-палки, айтпайсың ба, ана жомарттың алдында позор болдым ғой мен деген. Тағы да ақша беретін едім ғой. Соны тағы да берсеңіз негізі жақсы болар еді, Ереке. Өтіп кет болды, нағыласың, ана таможнядағы форманы алдыра обязательно, жақсы ма? Сенге ана алдына бейтіп, мен компанияма атын жазғыз қойш, реклама болсын. Болды, Ереке. Қатыраңыз. Ереке. Болды, нелерің, планерка ма, бастаңдар соны. Тренировка деңіз. Иә. Болды, қая, болды. Жағар сен. Қалар адам Біз жақта тау жоқ, бірақ тау қопарадым. Браттар баттар. Біз жақта тау жоқ, бірақ тау шыбықтай қыздар бақтар. Мен стилім желі. Мен стилім мақұм, стилім жосалы. Бай қоңырдан прямой ғарышқа қойдық жол салып. Мен стилім төре тап,
Амстердам емес, Лиссабон емес, Вашингтон, Гонконг емес. Стиль таза Қызылорда. Стиль таза Қызылорда. Жәке, өтінем кешіріңізші. Енді қайталанбайды. Өтінем. Азиз, сен мені қорқытайын деп атсың ба? Жоқ. Кешіріңізші, өтінем. Мен қорқатын бір-ақ адам бар. Ол адам маған ешқашан қарсы шықпайды, түсіндің ба? Жомарт. Қайда кетіп қалған мынау? Сонымен гүл алу керек, түсініп отырсың ба? Әйелдерге всегда. Жан келіп қапсың ғой. Мен сені шақырып отырмын ғой. Неге үндемей отырсың? Енді мына жерде кісілермен сөйлесіп отырмын ғой енді. Сен тағы да үйде темекі шеккенсің ба? Айттым ғой шекпеңдерші деп. Азиз Джон, айттым ғой, шекпеш жаным. Ұнамайды менің күніме, ұнамайды. Таста бол, таста. Бол, тастайды қазір. Потом поговорим. Сау болыңыз. Маңға, түсіндің ба мені? Түсіндім, әрине. Жоғалың ақырын. Рахмет. Сау болыңыз. Шеф! Топаз! Тоқылдатып берсеш! Шеф, мен пробивать еттім ала бала туралы. Ауылда жүр екен футбол ойнап. Не істейін? Не істеген емес, бар да көт найыр енді! Можно потише. Бар да көт найыр енді. Хорошо. Қалай ағай? Легкий, 50/50, тяжелый. Ишак, сен кальян заказ етіп атсың ба не? Бар да көт найыр дедім ғой саған. Хорошо, шеф. Кеттік. Ақтар соғынан Сен бишоккенсің ғой. Вот сол ғой, мен бұл қайраттан келіп нормально ойнайтын шығар десем, шайып жүр ғой. Сен точно нападающийсің да? Джеги, бізде просто Қайраттың академиясына бар ғой, уровень басқа, поля, доптар басқа. Академия, қойшы. Академия де бермей. Теуді үйретсейші алдымен. Үйретсейші онда. Үйретпеймін, өткіз құлағың бармайды не маған? По идее, шырын, мен любой нәрсені қойып бере аламшы. Мысалы, үйде PlayStation бар, соны 3 күнге бере алам. Ой, PlayStation деп қойды, мен сені баламен кішкентай PlayStation ойнайтын. Бір апта өтіп бересің. Смело арам. Жүрсе не алып сол? Сен бар ғой өткенде, оңай әңгіме деп. Қанан көріп PlayStation десе я? Ойлаш, еще бір-ақ апта. Қойсаңдаршы, біздің команданың ойыншысы ғой. Көмектесейік та жүрсеңдерші. Бәріміз біріміз үшін ғой, жүрсеңдер тұр. Онда PlayStation деп біз ойнайық онда. Давай ма? Өзім ойнайым. Бәріне сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге панкейки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, тұз, сода, қаймақ және ұн керек. Ал нәтижесін сосын көрсетем. Ал апа, бастаңыз. Менің жасағаным білініп қап жүрмей ме? Апа, уайымдамасаңшы, ешкім білмейді. Фотошоп, монтаж бәрін қатырам ғой. Сол форма туралы ғой. Енді ол бүкіл командаға болмаса да бір негізгі ойыншыларға керек еді. 15 ойыншы, бір қақпашы, сонда 16 футболшы ғой. Сол енді қанша болады? Ой, Салима тәте, ұялсаңызшы. Туысқан деп енді бұлай жеңілдік жасасаңыз болады ғой. Қайдағы инфляция қойыңызшы. Жоқ, ол бізге қымбат болады. Тәте, мен қазір бар ғой, футбол клубтың бас жаттықтырушысымын. Рахмет, я. Енді сол сізді өзіміз ғой деп өзіңізден жаңағы скидка сұрап, сол жағынан хабарласып, алло, ой, мына кісі қоя салды ғой. Мама! Мам! Сіз ренжімеңіз. Туған сіңіліңіз болса да айтайын. Ана Салима тәте бар ғой, нашар адам екен бар ғой. Не болып қалды?
түк түсінген жоқпын. Пап, ау видеоға түсекші, тез. Сәлем достар, бұл менің сүйікті әкем. Бұл жаңа краш футбол командасының басты жаттықтырушысы. сәлем Сәлем. өшіріс қызым, мен түсінбедім, футбол клубтың атын краш дедің ба? Не ол краш деген? Пап, бұл тренд сөз ғой. Ол трендіңді білмеймін мен. Бірақ мен біздің клубтың атын осы ауылдың атымен теректі командасы ФК теректі деп қойын деп жүргем ғой. Уже поздно. Мен логотип бәрін жасап қойдым. Жүріңіз көрсетем. Мынауың күшті ғой. Әдем. Енді бұл команда аты деп былай тұра берсін. Сосын артынан бірдеме қыламыз. Хорошо. Сосын қызым, қараш. Анау алдына бетіп Ерекеңнің компаниясының атын жазып қойсақ. Бір футболистерде болады ғой, ондай жарнама, реклама болып тұрады ғой. Ерекең риза болып қалады да. Болды, пап істеп берем ғой. Бірақ бұл форманы қалай қыламыз, Пап, менде бір идея бар. Қандай идея? Давай қайырымдылық матч өткіземіз. Қайырымдылық матч? Не үшін? Қалай не үшін? Мына ауыл үшін. Айтыңдаршы, кім ауылда қайырымдылық кеш өткізіп жатыр? Кімге ол көмек керек болып жүрген? Өзімізге, бізге барлығымызға бірдей форма алу керек. Бірақ оған қаражат жоқ. Біреулердің кесірінен. Сондықтан іс-шараға жиналған қаражаттан форма аламыз. Сосын ауылдағы адамдарды жинап, бір керемет кеш өткіземіз. Артынан біздің ойынымызға деген қызығушылықты арттырамыз. Қалай? Болды ғой, онда біз жаңа форма үшін дайынбыз. Қоя тұр. Ауылдағылар бұған дейін келмеген, бұл матчқа да келмейді-ау. Жоқ, неге сразу сөйтесіңдер? Кішкене поддержка қайда? Үйдегілерін шақырыңдар, ата-әжелерін шақырыңдар. Біздікілер по-любому келмейді. Жоқ та. Роза, былай істейік та. Бір звезданы шақырайық. Сонда жиналады ауылдың бәрі. Тоқта, мынау бір күшті идея болды ғой, айтыңдаршы, кім шақырамыз ауылдан? Жоқ, ауылдан емес қой. Қалада көп қой звезда. Енді ауылда үлкен кісілер ғой бәрі. Мейрамбек Беспаевты шақырайық. Беспаевыңыз қатты кетіп қалдың, Сабыржан, сен Мейрамбек Беспаев танисың ба? Танимын, біздің братан ғой, мен қатты араласам ол кісімен кәдімгідей. Бірге кәдімгі дастархандас ба, мен қатты жақсы көреді, саба деп кәдімгі. Ол Мейрамбек Беспаев келмейтін шығар бұнда. Пап, танимын деп тұр ғой. Тренер, дым уайымдамаңыз, келеді дейм. Отвечаю, тренер. Шешем мен өзім, жүзу арқылы шығамыз да, келтіреміз. Роза, сосын сен суретке түсірем ғой? Суретке түсіресің. Инстаграмға саламын. Шын, так что дым уайымдамаңыздар, келеді. Мейрамбек аға келеді да, как штык өлеңін айтып кетеді ғой. О, бәлем, келіп кетуі бар, қымбат шығар. Жезден сөзіңіз айттыңыз ғой, ақша пішен деп. Ойлаңызшы, Мейрамбекті ауылға алып келсеңіз бар ғой, бәрі айтып жүреді, Ерболат әкпеген ауылға деп. Ондай звездалар келмеген ғой бұл жаққа. Жезде, по идее, әкім болатын адамыз ғой, жезде негізші. Осы тірлік істеп жүрсеңіз, әкім боласыз негіз. Қойшы. Телефоны бар ма? Жоқ, телефон жоқ. Жарайды, өзім тауып аламын қазір. Алло, Федор. Тимофей ма? Қас. Алло, Тимофей. Федор ма? Стиль қарапайым, но не қарапайым стиль. 11 демек орталық ағайын мен стилім. Сосын пасқа беріп ойнаңдар, ашылып ойнаңдаршы, Ернат, сен артқа қарай қайтып ойна. Ашылып, кішкене пас сұрап ойнасаңдаршы. Болды, пас сұрап ойнаймыз не? Сен ғой сол пас бермейді. Берем пас не? Видео көріп ағам. Так, маймылдар,
Бүгінгі сендердің қарсыластарың ол осы ауылдың тұрғындары. Сонда не, екінші тайм болмай ма не? Қазір ана кісілердің давлениясы көтеріліп, полияға скорый келіп жүрміз. Ей, болады. Қалай болмайды? Болады. Сендер ол қарсыластарыңа уайымдамаңдар. Өздерің дайын болсаңдар болды. Дайын болсаңдар болды онда. Оларда доптай болатын біреу бар ма? Бар. Кім? Мен? Енді мен де осы ауылдың тұрғыны емеспін бе? Онда не алып жүрсіз бұл жерде? Шығыңыз біздің развел. Мына конкуренциялар мұны айтты маған. Давай, давай. Жиги, давай көттегін айырып тастап келші. Мен әлі ұзаған жоқпын ғой. Ашық кет қалың. Хотя бы. Ал құрметті футбол және концерт қауым. Бұл қайталанбас дерби. Ауылдан жаңа ашылған керекті командасы бір жарты командасымен кездеседі. Бір жарты команданың атауы ма жоқ, кешке жоспар ма, кім біледі, мен де білмеймін. Матч басталды. Қазір міне жастар менен үлкендердің шалдардың арасындағы қойған ойын. Жастар міне жастығын көрсетіп, шалдарына алдап, аяғына доп тиіп, мәз-мейрам ресми жүрген секілді. Ондай болатын болса, жігіттері кішкене жиналып ойнаңдар енді. Мұны сабыр. Енді өзіңнен көрсеш енді бар. Ойна. Нормально ойын ғой. Көрсеші қатып майыстар, тұр! Ай, Сабыржан! Городскойдығымды көрсетіп қойдың өйткені үлкен кісілерді сыйламайтын бірден біліктір. Неге оған қарсы шығасың? Ал шалдар өздеріңді көрсетіңдер, сендерді жас құшақтарып жал. Мынау, міне, мен жүздегендерің енді көрдіңдер ғой. Бұл шалдарда не подарок? Әдөш деген профессионал ауылымыздың ең мақты. Шал деп естіп жүргендер қол кіргізді ма? Ондай болатын болса міне ойыншығысы Нариман алда бір-біріне топ тигізіп еді. Қандай серікпес міне. Қасына жөтелді екінші банядан су ішіп қойбетін. Кеше ғана маған атшы беріп жүрген бала бүгін гол иесі. Жарайсың, Нариман, алға! Есеп 1-1, міне жастар да, үлкендер де, келген көрермендердің көңіл қалмасын деп нағыз ойын көрсетіп жатыр. Сабыр түбі сары алтын деп сабыр етіп. Мынау деген кешке дейін аулап деген қайта жат берсін ғой. Сабыр тұрса ше, финалсыз сұрап жатыр ма, не сұрап жатыр? Көптің көріп отырғы сен өтірді ташкавать етіп атқаның. Қой бір бейді екенсіздер. Көшке менде бар. Бар. Тоқтай тұрыңдар. Біз тағдағанды зәтік ал демек, камераны ал демек, көрдің ғой? Оңбаған. Симуляция, красный. Ал не болды, ал қызыл карточка алдында қалды. Өтіп құламау керек, красный. Бәке, ана жерде шығып тұр. Сен тәкәс жоқты жүріп бар. Түріне қарамайды, тіл қайтар. Ал, шағанды бұл. Бағына не бір ойыға шыққаны бір оңамай беретін. Отырып енді шүкі керемет ойынды тек жалғыз қырып атқанда шөлтепті су ішіп отырсың. Қаншама халық қарап отыр, қаншама деген жанкүйерлер, ешкімді алдай алмайсың. Прямо трансляцияда міне 3 адам оларды да алдай алмайсың. Ойын жалғасында ендігі қазір бастайды, жастар бастайды демекші. Ал енді не болды? Адош бас! Міне! Керемет Адош көрсеттің өзіңді. Көрсеттің міне! Әдіс қуанатын уақыттың келді міне. Жастарға осы ойды көрсетті. Үлгірді матч бітті міне. Жастар командасы
Кемсі қаншашыл екен білесің бе? Бәрі саған хабарласып ала алмай жатыр ғой. Қаншада Өзім Мейрамбек келді ма? Жоқ әлі келген жоқ. Федор ағай келе жатыр. Көмек керек емес па саған? Жүр дайындала береке. Ал құрметті Уайымдама сен, уайымдап тұрған сияқтысың. Жоқ, нормально. Өнерпаздары дайындаған керемет концерттік бағдарлама. Соңынан біздің мақтанышымыз ел сүйіктісі Мейрамбек Беспаев. Сөйлетілім алаңдамай тартынба, найзағайдай шындық айты жарқылда. Жалын кешкен, жаным дескен, күндер қайда қарағым. Фотоға түсір. Розыкам былай тұршы. Былай? Жолдамын дейді. Кәдімгі өзіміздің Мейрамбек. Бет жағын Ой, қарадық қой, Беспаев Мейрамбек кәдімгі. Бос торғайды айтама. Айтады, қара торғайды айтады. Ей, күлі қайда? Күлі қайда? Тұр ғой мені гүл. Жындысың ба сен? Сен мен күлімсің ғой? Келе қазір шыққан кезде өзім сөйлеймін, жақсы ма халықтың алдында? Қорғалмаңдар. Привет! Тимофей, қайда? Там. Ассаляму алейкум. Уалейкум ассалям. Мейрамбек қайда? Вот он. Қайшы былай. Мейрамбек. Вот он. Қайда? Мейрамбек бұл Мейрамбек емес. Мейрамбек. Эй, Беспаев, Мейрамбек қайда? Откуда же я знаю? Мне сказали Мейрамбек. Известный. Вот он. Мейрамбек, известный. Мына тоже блогер ғой, известный. Мейрамбек деген. Тимофей қателесіп кетті. Анауқа, идиот, топас, кім балауса? Сен бар ғой, анау құрттанымды анан қыр анау. Анан қыр анау, Мейрамбек емес анау жынды. Нені мынау? Ой, енді сен Не енді? Кім анау неге маған уәде бересің, егер орындай алмасаң қабырдан? Не мынау енді, а? Жоқ, неге уәде бересің, егер орындай Папаң алмасаң? кеп тағы жеп кетті, әнен келді, тым қалдырмайды, сүйегіне дейін итке алып кетті. Әкең келді, тура мынау сияқты. Не қарап тұрсың маған, идиот? Мейрамбек, мә Мейрамбексің сен, мә. Келді міне, қалды да Мейрамбекті жөн ауыстырып тастады. Менде бір идея бар. Ал енді келесі ән салатын халықтың сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаев. Ассалаумағалейкум, директор. Уалейкум салам. Менің жаңа әнімді қарсы алыңдар. Мейрамбек емес, бізге Мейрамбек керек. Бізге Беспаев керек. Сен келерсің бір күні, маған қымбат сыйлар. О, шешең мұны Жер бетінде күлкіні, жанарыңа сыйдырып. Бәлкім түсте кешқұрым, оттай жанған шақтарда, құштарлықты кеш күні. Кетші! Кімді ақпақ жүре мынау? Рахмет, сау болыңыздар. Брат, гонорар керек емес. Құрметті ауыл тұрғындары, мына болған жағдайдың барлығына мен кінәлімін. Иә, сіздер Мейрамбек Беспаевты күттіңіздер, күткендеріңізде болған жоқ, басқа бір адам келді. Бірақ түсініңіздерші, бұның барлығы әдейістелген жоқ. Шынына келсек, осы сіздер сатып алған билеттің ақшасына, осы жергілікті ауылдың командасына біз форма сатып алғымыз келді. Жоқ, егер ақшаны қайтар десеңіздер, қайтарайық. Ал егер жоқ, қолдаймыз десеңіздер, мен сіздерге арнап ән айтып берейін. Енді айт деген өлеңін айтсын, енді көрейік тыңдап.
Ауылым менің теректі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе берік бол. мен сендікпен өлгенше. Ауылым менің теректі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, рахмет сіздерге. Сонда форманың ақшасы қайда кетті? Баяғыда мен өзімді ақылды санайтынмын. Басқалар тер төгіп, еңбектеніп жүргенде мен жеңіл жол іздедім. Бірақ жеңіл жол деген жоқ екен. Оңай келген нәрсе оңай кетеді. Ал маңдай термен келген нәрсе сенімен қалады. В общем, түсінгенім, еңбек бәрін жеңбек.